Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге вареная сгущенка жасайтын боламыз. Яғни қоюлатылған сүт. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойуды ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңа шыққан видеоларымды бірінші болып қарайтын боласыздар. Сонымен вареная сгущенканы жасауға кірісейік. 1 литр балғын піспеген сүтті осындай үлкендеу кастрөлге құямыз. Сүт міндетті түрде балғын, әрі піспеген және де қаймағы алынбаған болуы керек. 1 литр сүтке 360 грамм қант саламыз. Егер үйлеріңізде таразы табылмаса, осылай 2 стаканмен өлшеп салсаңыздар болады. Мендегі стаканның көлемі 250 мл. Сүтке қант салған соң, осылай плитаға қойып, қайнап шыққанға дейін үздіксіз араластырамыз. Құрамында қанты болғандықтан толық еріп біткенге дейін қозғау керек. Әйтпесе кастрөлдің астына жабысып қалады. Мінекей біздің үстімізде қайнап шықты. Енді плитаның астын орташа градусқа қоямыз. Қайнап тұрған сүтке 1 шай қасықтың 3-тен 1 бөлігінде ас содасын салып араластырамыз. Сгущенка жасайтын кастрөлдеріңіз міндетті түрде үлкендеу болу керек, әйтпесе осылай көпіршіктенген кезде тасып кетуі мүмкін. Сүттің көпіршіктері кеткенге дейін тағы да шамамен 1-2 минуттай араластырамыз. Сүттің көпіршігі бәсеңдегеннен кейін араластыруды тоқтатып, шамамен 40-50 минуттай қайнатамыз. Сол уақыт ішінде әр 10-15 минут сайын 1-2 рет қозғап тұруды ұмытпаңыздар. Біздің сүтіміз 10 минуттай қайнады және де осындай түске енді. Тағы да ары қарай қайнатамыз. Сүт 30 минут қайнаған соң, осындай ашық қоңыр түске боялды. 1-2 рет араластырып, тағы да қайнатуды жалғастырамыз. 45 минут уақыт өткен соң, біздің сүтіміз осындай қоңыр түсті болып шықты. Бірақ әлі қоюласқан жоқ. Сүт қою болғанынша тағы да аздап қайнататын боламыз. Біздің сүтіміз 1 сағат қайнады. Сүттің қоюлығын осылай тексерсеңіздер болады. Кез келген бір ыдысты алып, оған аздап қоюлатылған сүттен құямыз. Содан соң 30-40 секундтай ол сүтті суытамыз. Қоюлатылған сүтіміз суып болған соң, кішкентай бармағымыздың көмегімен осылай сүттің ортасына жүргізіп шығамыз. Осы кезде екі жақтағы сүт бір-бірімен қосылмаса, демек, біздің вареная сгущенкамыздың дайын болғаны. Қоюлатылған сүтті плитадан алып, кішірек кесеге құямыз. Вареная сгущенканы еш қорықпай-ақ үй жағдайында осылай өз қолыңызбен жасасаңыз болады. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің вареная сгущенкамыз 1 сағат қайнаса да, оның асты күйіп кетпеген. Вареная сгущенка әлі ыстық болғандықтан, оны алдымен бөлме температурасында суытып алып, одан кейін тоңазытқышта 5-6 сағат немесе 1 түнге қалдырып суытамыз. Сгущенканың бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар. Біздің сгущенкамызда суыды, ал енді бетін ашып сіздерге көрсетейін. Міне, сгущенка суыған соң осындай қоюлықта болады. Әрі дәмі өте керемет. Сгущенканы осы күйінде қалдырсаңыздар болады. Немесе блендердің көмегі арқылы біркелкі консистенцияға келтіріп алсаңыздар болады. Вареная сгущенка блендердің көмегімен араласқан соң осындай глянцевый болып шығатын болады. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал жасап көрсеңіздер, немесе пікірлеріңіз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнады деген ойдамын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.